Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Бүгін сіздерге асқазанның қышқылдылығының төмен болған кезде неге алып келеді, соны түсіндіремін. Жалпы асқазан қышқылы төмен болу бізде гипоатизмс деп аталады, яғни ол кезде көптеген аурулардың пайда болуына алып келеді. Яғни бізде бұл асқазан қышқылы төмен болса, ненің әсерінен төмен болады? Себебі біріншіден хеликобактер пилори деген бізде жаман бактерия бар. Если сол ағзаңызда болса, осы асқазан қышқылын төмендетеді. Екінші, гастрит, язва анықталатын болса сізде, және де көп адамдар қазір омепразолды өте көп ішеді, изжога келсе, өзін жайсыз сезінсе, сразу барады да амезді ішеді. Ол бізде асқазан қышқылын төмендетуге алып келеді. Сондықтан дәрігердің нұсқауынсыз бұны ішпеңіздер. Және де көп адамдардың гормон қолдануы, антибиотиктерді сәл ауырса, антибиотиктер салдырып алуы, 2-3 күн салдырып алады, немесе 1-2 күн салдырып алады. Соның барлығына асқазан қышқылының төмен болуына алып келеді. Және келесі бұл тамақтану. Тамақтанудың ішінде әсіресе тәтті өнімдерді көп жейтін болсаңыз, ретсіз тамақтанатын болсаңыз, немесе керісінше тойып тамақ ішетін асқазан қышқылының төмендеуіне алып келеді. Асқазан қышқылының төмендеуінің белгілері ең бірінші асқазан қышқылының төмен болуының белгілері бізде тамақ ішкеннен кейін осы асқазан тұсында ауырлық сезімінің пайда болуы. Яғни ауырсыну, өзіңізді дискомфорт сезінесіз. Екінші белгісі ащы өнімдерге, тұзды өнімдерге әуес болу. Яғни соленый огурцы жегісі келеді, немесе тамақты бір ащы тамақсыз жей алмайтын адамдар болатын болса, осы асқазан қышқылының төмендеуінің белгісі болып табылады. Және анализ тапсырған кезде общий белогыңыз 75-тен төмен болса, онда тоже осы асқазан қышқылының төмендігін белгіледі. Және хеликобактер, кандидозға анализ тапсырған кезде бұлар плюс шығатын болса, яғни ағзаңызда бар деп шықса, онда асқазан қышқылының тікелей байланысы бар. Және де жаман бактериялар ішекте, СБР, саңырауқұлақтық инфекциялар анықталып жатса, бұның барлығы асқазан қышқылының төмендеуінен болады. Және де витаминдер жетіспеушілік, қанша витамин ішсеңіз де ағзаңызға сіңбей жатса, онда осының барлығына асқазан қышқылының төмендеуіне алып келеді. Келесі видеода асқазан қышқылын қалай дұрыстаймыз, оның және де басқа да емдік жолдарын айтатын боламын. Міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыз.